Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгінгі сабақта болымды және болымсыз етістіктерді ажыратасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бересіңдер. Балалар, берілген суретке мұқият қараңдаршы, суретте кім бейнеленген? Я, балалар, суретте Бейбарыс Сұлтан бейнеленген екен. Қазіргі оқитын мәтініміз Бейбарыс Сұлтан туралы болмақ. Мен мәтінді оқимын, сендер мұқият тыңдаңдар. Баяғы заманда Бейбарыс деген кішкентай бала болыпты. Жаугершілік кезінде соғысқан елдің адамдары оны атқа мінгізіп алып кетеді. Оны құлдыққа сатып жібереді. Сөйтіп ол бүкіл өмірін Араб елінде өткізеді. Бейбарыс ерекше бала болып өседі. Өзінің мықтылығының арқасында бір күндері патша болады. Бейбарыс Сұлтан атанады. Бір күні қартайған шағында ел кезіп жүріп, көзі бір түп жусанға түседі. Жұлып алып, ескейді. Кенет көз алдына еміс-еміс болып есінде қалған туған жері елестейді. Жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын жусанды ескеп мауқын басады. Енді осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Бейбарысты кімдер алып кетеді? Қане ойланайық. Жаугершілік кезінде соғысқан елдің адамдары алып кетеді. Екінші сұрақ, ол өмірін қай елде өткізеді? Я, балалар, ол бүкіл өмірін Араб елінде өткізеді. Бейбарыс жусанды бойтұмарының ішіне неге салып алады? Қане ойланайық. Я, елін сағынған сайын жусанды ескеп мауқын басу үшін. Ендеше Бейбарыс Сұлтан туралы толығырақ білу үшін бейне материалға назар аударыңдар. Бала Бейбарыс Қыпшақ даласында моңғол шапқыншылығы кезінде тұтқынға түсіп, Сириядағы Дамаск қаласына құл базарға жіберіледі. Екінші қожайын Айтекин әмір оған шәкірт ретінде қарап соғыс өнерін үйретеді. Оның жауынгерлік айбынын байқаған Аюп Сұлтан түрік және Кавказ ұлтының құлдарынан құрылған мәмлүктер әскерін алады. Бейбарыстың басқаруындағы мәмлүктер Египеттегі Мансур қаласында болған кресшілер жорығында жеңіске жетіп, француз королі 9-шы Людовикті тұтқынға түсіреді. Әміршісі өлтірілгеннен кейін қожайынсыз қалған Бейбарыс жақтастарымен бірге бірнеше жыл бойы қашқында жүреді. Мысыр сұлтаны Құттыз Бейбарысты ел билігіне араласуға шақырып, әскер қолбасшылығына тағайындайды. Соғыс өнерін өте жетік меңгерген ол, көптеген жорықтарда жеңіске жетіп, атақ абыройы өсе түседі. Жарты әлемді жаулаған моңғолдар Ирак пен Сирияны басып алған соң, Мысыр жеріне көз салады. Бейбарыс Сұлтан шапқыншылықты күтпей, әскерімен бірге моңғолдарға қарсы аттанады. Олар Палестина жеріндегі Айны Жалут мекенінде кездесіп, алапат шайқаста Кетбұға батырдың әскерін тас-талқан етті. Өзін қолға түсіріп, жазаға кесті. Содан кейін Бейбарыс жеңілмейтін моңғол әскеріне тойтарыс берген қолбасшы ретінде аты әлемге жайылды. Жеңістен кейін Құттыз Бейбарысқа Алеппо аймағын беремін деген уәдесінен тайқып кетеді. Мұны қорлау деп түсінген Бейбарыс Құттыз сұлтанды тақтан тайдырып, билік тізгінін өзін алады. Бейбарыс Мысырдың сұлтаны атанғаннан кейін оған жеңімпаз патша деген лақап беріледі. Ол ішкі тәртіпті күшейтіп, дұшпандарымен аяусыз күресті. Ол кресшілер мен моңғолдардың қолында қалған жерлерді азат етіп, Орта Азиядағы селжүктерді, кіші Арменияны, берберлерді толығымен өзіне бағындырды. Ол елдің әл-ауқатын жақсартып, мыңдаған медреселер мен мешіттер, кітапханалар, қамалдар салдырды. Сұлтан Бейбарыс Мысыр елін басқарған 17 жылдың ішінде ислам елдерінде тұрақтылық пен тыныштық орнатқан маңызды тұлғаға айналды. Сұлтанның ерліктері мен еңбектері жайлы орта ғасырлық әлемдік тарихшылар құнды мәліметтер қалдырды. Оның өмірі көптеген тарихи шығармаларға арқау болып, есімі аңыз ретінде айтылатын қаһарманға айналды. Қаншама ғасыр өтсе де, Бейбарыс Сұлтанның құлдықтан қайраткерлікке дейінгі ғұмыры ұрпақтан ұрпаққа үлгі болып, ұмытылмай келеді. Ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды жалғастырайық. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Ретін сақтап оқысаңдар,
мақал шығады. Қане оқып көріңдерші. Оқып болсаңдар. Қандай мақал екен? Адам елінде, қоға көлінде көгерер. Бұл мақалдың мағынасын қалай түсінесіңдер? Я балалар, әрбір адам өз туған жерінде өсіп өнеді. Қайда болсақ та туған жерге еш нәрсе жетпейді. Сол үшін туған жерді аялауымыз керек. Балалар, келесі өлеңді бірге оқиық. Іштарлыққа білдірме, бақталастық жол берме, сыйлап үлкен кісіні, қамқорлық қал кішіні. Балалар, өлеңде не байқадыңдар? Я, бұл өлеңде сөздердің орны ауысып кеткен. Қандай сөздер екен тауып көріңдерші. Қане өз орнына қойып қайта оқиық. Іштарлыққа жол берме, бақталастық білдірме, сыйлап үлкен кісіні, қамқорлық қал кішіні. Жарайсыңдар балалар. Өлеңнен етістіктерді тауып, болымды және болымсыз етістіктерге ажыратайық. Оларды сөз құрамына талдайық. Берме, түбірі бер, ме, жұрнақ, яғни болымсыз етістік. Білдірме, түбірі біл, дір, ме, жұрнақтар, бұл болымсыз етістік. Сыйлап, түбірі сый, ла және п, жұрнақтар, болымды етістік. Ал сөзі түбір сөзден болған негізгі етістік, әрі болымды етістік болады. Жарайсыңдар балалар, сабағымызды жалғастырайық. Етістік тақырыбын қорытындылау мақсатында келесі сұрақтарға жауап беріп, білімдеріңді тексеріп көріңдер. Бірінші сұрақ. Негізгі етістік қалай жасалады? Түбір арқылы, түбірге жұрнақ жалғану арқылы, түбірге жалғау жалғану арқылы. Қане ойланып көріңдер. Дұрыс жауабы түбір арқылы жасалады екен. Екінші сұрақ. Негізгі етістікті тап. Қапта, бар, келме. Дұрыс жауабы бар екен. Келесі сұрақ. Туынды етістік қалай жасалады? Түбір арқылы, түбірге жұрнақ жалғану арқылы, түбірге жалғау жалғану арқылы. Қане ойланып көріңдер. Дұрыс жауабы түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады екен. Төртінші сұрақ. Туынды етістіктер тобын белгілеңдер. Көмектес, биле, қолда. Тап, оқы, жаз. Кірме, айтпа, барма. Дұрыс жауабы көмектес, биле, қолда. Келесі сұрақ. Болымсыз етістіктің жұрнақтарын тап. Лық, лік, дық, дік. Ма, ме, ба, бе, па, пе. Ла, ле, да, де, та, те. Ойланып көріңдер. Дұрыс жауабы ма, ме, ба, бе, па, пе екен. Келесі сұрақ. Болымсыз етістіктер тобын белгілеңдер. Кел, бар, көр, жүр. Қапта, жырла, көзде, арқала. Күлме, берме, алма, теппе. Қане қайсысы дұрыс екен? Я, балалар. Күлме, берме, алма, теппе дұрыс жауап екен. Жарайсыңдар балалар. Енді сендер етістіктердің түрлерін ажырата аласыңдар. Етістіктің негізгі және туынды, болымды және болымсыз болатынын естен шығармаңдар. Олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер болымды және болымсыз етістіктерді ажыраттыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бердіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.